Сәлем достар, бүгін сіздермен өте керемет гаупци тағамын жасайтын боламыз. Ең бірінші фаршты алып, оған пияз бен помидорды блендерден өткізіп құямыз. 3 ас қасық сұйық май, тұз, жуылған күріш, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сонымен біздің начинкамыз дайын. Менде 2,5 кило осындай перец болды. Соның барлығына начинканы салатын боламын. Егер сіздерде мен сияқты көп адамға тамақ осындай гаупци жасайтын болсаңыздар, осы рецепті пайдалансаңыздар болады. Толық рецепті описанияда жазылған. Мінекей, барлығы дайын болды. Қазанға май құйып, пияз мен картошкасын, томат, помидор барлығын жақсылап араластырып, қуырып аламыз. Ары қарай перецтерімізді орналастырып, үстіне су және сорпасына кішкене тұз қосып, бір қайнағаннан кейін 1 сағатқа баяу отта пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептмен гаупци жасап көріңіздер. Ас болсын!